Дәл қазір өзіңді тексеріп көр. Қайырлы таң деп айтып көрейік. Ең әуелі кеудеге қолымызды қойып, ауаны алып, қайырлы таң деп айтып көреміз. Қайырлы таң. Егер кеудеңізде вибрация болса, онда дауысыңыз табиғи деген сөз. Ал егер вибрацияны сезбесеңіз, мына жаттығуды қабыл алыңыз. Ауаны алып, деген дауыспен кеудені соғамыз. Кәне, қайталап көріңіз. Дәл солай қайтадан қайталаймыз. Дауысыңыздың әдемі әуезді болуына дәл осы жаттығу көмектеседі. Қайтадан қайталап, қайырлы таң деп айтып көріңіз, кеудеңізде вибрация пайда болуы керек. Пайда болғанша осы жаттығуды күнделікті таңертең қайталап жүріңіз. Себебі дауысыңызға бұл жаттығудың әсері өте көп. Парақшам пайдалы болса тіркеліп алыңыз, пайдалы болса сақтап қойыңыз.